Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Саудаларыңыз қалай болып жатыр? Бүгін көтерейін деп отырған тақырыбым жалпы мына трейдингте болатын дұрыс жасалған және қате жасалған мәмілелер. Яғни правильный и неправильный сделки дейді. Жәнегі анализге байланысты, мысалы, дұрыс жасалған сделкалар болады, және осы дұрыс жасалған сделкалар кейде минус беріп жатады. Жәнегі қанша минус бергенімен де, бірақ ол дұрыс жасалған сделкалар, то есть анализ дұрыс жасалған деген сөз. Так, мына Герчкинко компаниясында қазір наурыз айынан бастап маусым айына дейінгі 3 айға созылған турнир болып жатыр. 55 жеңімпазға жәнегі басқарымға $1000 ақша компания береді сауда жасауға. Сол қазір конкурсқа қатысып жатыр. Мына конкурста жасалған сделкалардан көрсеткім келіп отыр. Енді жалпы мына арада 15 мартта бастаған сделкаларда. Мына жерде мысалы ең бірінші сделка британец японский иена, осыдан покупка. Мына бағада 493 деген бағада жоғары қарай. Енді мына бір қызыл тұрған деңгей бұл бізде бір күндік таймфреймнен алынған деңгей. Осы деңгейдің төңірегінде біз нені көріп тұрмыз? Ложный пробой дейді, жалған сынама. Немесе бұны теханализде мысалы пин бар деп айтып жатады бұны. Бұл негізі кері қайтарушы бар деп айтамын. Осы кері қайтарушы бар бізге негізі бағаның кері бұрылуға сигнал береді. Және мынада накопление бар. Осыларға жәнегі сүйене келе осы жерден жоғары қарай позицияға берген болатынмын. Баға осыдан жоғары кетті. Мына жерге келген кезде тиыққа сәл ғана жетпей қалып кері бұрыла бастаған кезде стоп-лосс ордер менде мысалы төмен жақта болды. Осы стоп-лоссты жоғары қарай без убытыққа көтеріп қойған болатынмын. Без убыток дегеніміз, жәнегі егерде баға кері кеткен кезде, мына жерге кеткен кезде мен сделкам жабылып қалар еді. Жәнегі тейк профитімді алмасам да, бірақ стоппен табыспен жабылар еді. Бірақ осы жерден бұрылды да қайттан барып айтып тейкімді берді маған. Мен қай кезде без убыток қойып қоямын. Мысалы, сделкаға позицияға кірген кезде мәмілеге кіру нүктесінен, то есть позиция сделка ашылған нүктеден бастап жоғары қарай егерде екі стоп қашықтықта жүрген болса, онда мен стоп-лоссты негізі без убытокқа қойып қоямын. Екі стоп дегеніміз, мысалы, осы жерде мынау жалпы барлығы, допустим, стоп менде 150 пункт болса, екі стоп дегеніміз 300 пункт. 150-ден 2 рет 300 пунктке жоғары қарай кеткен кезде мен стопты негізі без убытокқа қойып қоямын. Без убытокқа, мысалы, мына бір позицияға кірген нүктенің тура жанына қойып қоюға болады. Егер баға тейкқа жетпей кері бұрылып кеткен кезде, бұл сделка мысалы менде минусқа емес, нөлмен жабылады. Бұл бірінші сделка. Бұдан мен жәнегі объемды 3 деген объеммен кірдім, 3 лотпен $1259 прибыль алған болатын. Яғни бұл 1200 дегеніміз, мына бір депозитте, мысалы турнирный счетта бізге $10,000 беріледі. $10,000-дан енді 12% жасаған болатын бір сделкадан. Енді бұл турнирда айта кететін нәрсе не бар? Просадка. Егерде 20% просадка жасаған жағдайда бұл осы турнирдан лақтырып жібереді. Сол жәнегі просадкаға түсіп қалмау үшін каждый раз негізі мынандай үлкен объеммен сделкаға кірген кезде стопты жоғары қарай тартып қойып отыру керек. Бұл бірінші сделка. Екінші сделка міне. Мына жерде жәнегі мына бір позицияға кірген нүктеміз осы. Осыдан баға асты қарай кеттім, мына жерге. Өзінің жәнегі екі атар жүргеннен кейін, екі стоп жүргеннен кейін стопты без убытокқа тартып қойған болатынмын. Осыдан тейкқа жетпей қайттан кері бұрылып кетті. Доллар канадец мне мына жерде қаншалықты правильный сделка, мне мына жерде деңгей бар. Жәнегі бір күндік таймфреймнен алынған деңгей. Осы деңгейдің жерінде поджатие бар, поджатие болғаннан кейін деңгейден жоғары қарай мен және позицияға кірген болатын. Осыдан айлан келді, мына ближний ретест. То есть деңгейге келіп ретест жасатты, қайттан кері астыға кетіп қалды. Стопты мына жерге тартпағанда, егер өз орнында тұра бергенде, кері айналып келіп, мына тейк берер еді. Бұл екінші сделка менде жәнегі без убытокпен жабылды. $232 прибыль берді. Негізі мынарада бір 600 немесе $800 прибыль беру керек болған. Одан кейінгісі евро британский иена. Мынарада уже жәнегі жарты сағаттық таймфрейм, мынарада үлкен
накопление көріп тұрмыз. Накоплениядан кейін мынандай проторговка бар. Осыдан төмен қарай позиция ашқан болатын, бірақ тыйыққа жетпей осы кері бұрылып кетіп минус топпен жауып тастады. Бұл жаңағы минус бергенімен жаңағы дұрыс правильный сделкаларға жатады. Мына жердегі не локальный тренд төмен қарап тұр. Осыдан мына бір минимумнан баға аса бастаған кезде, мысалы мына бір көруге болатын не, тура осынан минимумнан төмен қарай позицияны ашқан болатын осы жерде. Егер де тағы да астыға барған кезде мына тыйық береді, бірақ баға жетпей, енді оған дейін жабылып қалды, бірақ бұл тыйықты стопты кейін қарай қойғанның өзінде бәрібір жетпесек болған. Мына жерде бір жаңағы экономикалық бір новость, жаңалық шыққан болар. Осындай үлкен бір паранормалды бармен сразу бағыт өзгеріп кетті. Астыға қарай бағытталған тренд бірден өзгеріп кетті осы жерде. Бұл жаңағы убыток бергенімен жаңағы правильный сделкаға жатады. Одан кейінгісі, одан кейінгі енді мына жерде қараңыздар. Бірінші сделка менде дұрыс жасалған сделка. Міне мынарада мына минимумдардан төмен қарай позиция ашқан болатынмын. Бірақ бұл жерде бір жасаған қателігім менің мына үлкен 4 объеммен кіргендіктен мына стопты бері қарай тым қысқа стоп қойып қойдым. Негізі басында сделкаға кірген кезде мына бір бардың максимумнан жоғары қарай қойған болатын стопты. Бірақ осыдан кері бұрылып кеткен кезде жаңағы қорқыныш па стопты бері қарай тартып қойған болатын. Сол негізі осы мына жерде 100 пункт енді аз болып тұр. Негізі стопты 150 пунктке қойған болатын. Осы жерде қалдырған кезде стоп орындалмай, мына жерге келген кезде тыйықты алар едім. Бұл менің бір қателігім. Бірақ сделка дұрыс жасалған. Міне мына минимумдардан, мына жерде біз зеркальный уровень көруімізге болады. Міне мына жақтағы мыналардың максимумдар, то есть мынада қарсылық деңгейі мына жерде бұзылғаннан кейін айналып келіп, мынада трек деңгейіне ауысып жатыр. Осы жерден асты қарай позицияға кірген болатын. Жаңағы міне мынада поджатие бар, мына выкупной бар, жаңағы кері қайтарушы бар. Осы кері қайтарушы бар бізге жаңағы асты қарай бағытталған қозғалысты көрсетіп тұр. Сигналын беріп тұр, сондықтан осы жерде позицияға кірген болатын. Негізі стопты мына бір осындай барлардың артына қою керек, бірақ мына жерде қойған жағдайда менде уже өзінің стопынан асып кетер едім. Мысалы менде стоп 100-150 пункт, мына жерде уже 180-190 пункт болып кетер еді. Так, осы енді мынадағы екінші сделка әрине қате сделкаға жатады. Неге ол жаңағы мынарада егер де стоп менде былай қарай тұрған кезде мен мынарада тыйық алар едім деген оймен мынарада уже ашумен ашылып кеткен сделка болар. Мына жерде асты қарай позиция ашқан болатын, бірақ мынадан разворот болып кетіп қалды. Екі сделка, екеуі де минус берді. Біреуі минус 259, то есть мына стопты қысқа стоп қойғаннан кейін. Ана жерде 452, мынадан керісінше 150 пунктте тұр стоп. Так, одан кейінгісі британец. Бұл жаңағы без убыток. Так, мне мына бір сделка болады. Британец доллар. Мен мына жерде так, астыға қарай позицияға кірген болатынмын. Так, бұның неге бұл жерде кірдім? Деңгейлері қайда кетіп қалған? Осы максимумдар, мына бір, то есть минимумдар, осы минимумдар жаңартылғаннан кейін осы жерге позицияға кірген болатын. Арада негізі кішігірім поджатие бар. Деңгей бұзылды, деңгейден кейін ретестқа келген. Ретесттен астыға да кетті. Міне мысалы мына бір бармен кетті астыға. Осы жерден разворот болған кезде жаңағы стопты без убытокқа тартып қойған болатын. Тыйыққа жетпей кері бұрыла бастаған кезде жаңағы без убытокқа қойдым. Соның салдарынан мынарда жаңағы без убытокпен стоппен жабылып қалды. Егер де стопты осы жерге тартпай-ақ орында қалдырған жағдайда не болар еді? Ол кезде бәрібір де мына тыйыққа жетпей қалар еді. Жетпей мына жаққа кетіп қалып минуспен жабылар еді. Бұл в принципе без убытокқа тартып қойғаным бұл жерде дұрыс болды. Алдыңғы көрсеткен мысалда мысалы
міне мына жерде бекер тартып қойған болсам стопты, ал мына жерде керісінше тартып қойғаным дұрыс болып тұр. Неге? Өйткені мына тиыққа до конца жетпей бұрылып кетіп тұр. Так, одан кейінгі сделкалар. Так, доллар, швейцарский франк. Бұл да міне мына арада. Так, көрейік. Бірақ бұл жерде стоп қанша пункт екен? Міне стоп 100. Міне 150 пункт қойған кезде жәнегі мына стоп орындалмай осыдан тиек алар едім. Бұл жердегі қысқа стоп қоюдың себебі жәнегі айттым, конкурста просадка бар, 20% просадка жасалған кезде турнирдан ұшып кетеді. Сондықтан сол просадкаға түсіп қалмас үшін объемды үлкейткен өсіргеннен кейін жәнегі стопты қысқа қойған болатын 100 пунктке. Соны объемды өсірмей, мынандай 150 пунктке қойғанда, даже осы объеммен 150 пунктке қойған кезде мынарада бір сделкадан уже $200, ой, $2000 прибыль алар едім. Так, келесі міне мына қатарынан евро швейцарский франктан жасалған сделкалар. Бір лотпен 3 рет аштым, 3 лот деген сөз. Осы жерде мысалы без убытокпен жабылған сделкалар. Әрқайсысы $200 прибыль беріп отыр. Мына жерде кірдім, стоп менде мына арада тұрды. Осыдан астыға қарай бағат кетті. Мына жерде жетпей кері бұрылып кетті. Мына арада айтып отырмын, 2 стоп төмен жүргеннен кейін жәнегі стоптарды без убытокқа тартып қойдым. Шу без убытокпен жабылды, жәнегі плюс берді. Осыны тартпай ақ қойған кезде, мысалы жәнегі осы сделкаға кірген бағаның жанына қойып қойған кезде, онда мына бір жетпей кері бұрылып, мына жерде уже тиек алар едім. Осындай өкінетіндей жағдайлар болып жатады трейдингте. Жәнегі без убытокқа бағаны тартып қоюдың кесірінен дейміз ба, толыққанды тиек профит ала алмай жатамыз. Так, одан кейінгі сделка. Одан кейінгісі евро швейцарский франк міне мына бір. Бұл қолмен жабылған сделка. Бұл жерде так төмен қарай позиция кірілген. Міне мына алдыңғы бардың минимумнан төмен қарай позиция ашылған болатын. Стоп лосс міне мына үстіде тұр. Так. Төмен қарай қойып. Міне стоп лоссқа жеткен де жоқ. Бірақ тиекқа да жетпепті. Осы жерде қолмен жаба салдым, неге жапқаным есімде жоқ. Так, мына бір. Келесі сделка мына бір. Бұл жерде жәнегі без убытокпен жабылды. Үстіге қарай позиция ашқан болатынмын. Мына тиек профит мына жерде тұр. Тиекқа жетпей, кері бұрылған сәтте мынада без убытокқа тартып қойған, осы жерде без убытокпен жабылды. $36. Енді көрдіңіз бе, мынада без убытокқа тартудың пайдасы да бар, и зияны да көп. Зияны міне мыналар. Мысалы, осыған без убытокқа тартпай қойған кезде прибыль алуға болар еді. Жәнегі без убытоктың зияны қандай? Мысалы, мен айтам, менің сделкаларым, бір сделка, мысалы, 3-1 болады. Егер де менде стоп 100 пункт болса, демек тиек профит менде 300 пункт болады. Яғни бір сделкада мен егер де $100 жоғалтсам, егер стоппен жабылып, а егер ол стопқа бармай төмен қарай тиекқа барған жағдайда мен бір сделкадан $300 алам. Бұл осы арифметикада, егер де мен 10 сделканың 5-еуі плюс 5-еуі минус болған жағдайда, мен в любом случае плюс табалам. Неге? Өйткені 5 убыточный сделка, мысалы $100-дан 5 сделка $500 минус десек, и қалған 5 сделка, мысалы $300-дан 5-еу $1000. Сонда мен жәнегі 10 сделкада 5-еу плюс 5-еу минус болса $1000 прибыльді болады екен. Енді жәнегі стоп лосстың без убытокқа тартудың кесірінен жәнегі 10 сделкадан осындай $1000 прибыль ала алмай қаласың. Сондықтан көп жағдайда жәнегі без убытокқа тарту деген зиянын тигізіп жатады. Жәнегі арифметика бұзылады. Сол жалпы енді әркім өзі шешеді. Жәнегі без убытокқа қою керек па позицияны, или қоюдың қажеті жоқ па? Негізі қоюдың қажеті жоқ.
Енді осы туралы айтайын дегенім, негізі без убыток пен жаңағы правильно неправильно сделки. Көп жағдайда сделкалар бәрі анализге байланысты. Егер анализ дұрыс жасаған болсаңыз, жаңағы позицияға дұрыс кірген болсаңыз, бірақ сол дұрыс кірген сделкадан минус алып жатсаңыз, оған өкінудің қажеті жоқ. Анализ бәрі дұрыс жасалған, бірақ минус. Енді баға қайда баратынын нақты ешкім білмейді, сондықтан бұл жерде өз-өзіңізді кінәлаудың қажеті жоқ. Ең басты дұрыс анализ жасай білу керек, және дұрыс позицияға кіре білу керек. Жаңағы стоп-лоссты тартып қойғаның бір жағынан пайдасы да бар, без убытокқа тартудың зияны да бар екен. Зияны қандай? Зияны жаңағы толыққанды прибыльді бермей, немен стоппен жабылған кезде, мысалы мына тыйық стоппен прибыльмен жабылған кезде, бұл жаңағы арифметиканың бәрін бұзады. Зияны осы. Пайдасы енді минустан көріп плюс болған әрине жақсы болды. Жалпы графикке анализ жасады, дұрыс сделкаларды ашуды үйренгім келеді дейтіндерге өзім жазған кітабымды ұсынғым келеді. Одан басқа видео курс бар. Жаңағы Zoom арқылы жеке үйренуге болады, немесе 2-3 адам бірігіп группамен өтуге болады. Толық ақпарат алу үшін төменде WhatsApp нөмірін жазып кетемін, хабарлассаңыздар болады. Баршаларыңызға назарларыңызға рахмет. Саудаларыңыз табысты болсын.